Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі видеода қысқа дайындық ретінде кез келген адамның тәбетін ашатын, әртүрлі тағамдарға тұздық бола алатын өте дәмді аджика жабатын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, сарымсақ, аскөк, ащы бұрыш және тәтті болгар бұрышы қажет болады. Керекті көкөністердің барлығын суда жақсылап тазалап жуып, майдалап турап, ет тартқыштан өткізуге дайындаймыз. Айтпақшы, сарымсақты өте оңай әрі жылдам тазалау үшін алдын ала 15 минуттай салқын суға салып қойсаңыз, қабығынан аршу өте оңайға түсетін болады. Аджикаға қажетті көкөністердің нақты мөлшерін төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын. Қажетті заттарымыздың барлығын жақсылап ет тартқыштан өткізіп алғаннан соң, қайнататын ыдысымызға салып, міндетті түрде ұқыптылықпен жақсылап бәрін араластырамыз. Байқағандарыңыздай, мен бұл аджикаға аскөк қостым. Негізінде көпшілік адам аджикаға аскөк қоспай жатады. Ал мен аскөкті өте жақсы дәм беріп, ерекше иіс беретіндігі үшін қостым. Ал сіз өз қалауыңызға байланысты аскөкті қосуыңызға да, қоспасаңыз да болады. Құрметті көрермен, негізінде қыстық банкаларды жапқанда да ешқандай қатып қалған заңдылық жоқ. Сіз барлық нәрсені өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Мәселен, аджиканың осы түріне мен шамамен кішігірім ащы бұрыштардың 13 данасын қостым. Ал сіз егерде аджиканың өте ащы болғанын қаласаңыз, 20 данадай ащы бұрыш қоссаңыз болады. Айтпақшы, осы арада сіздерден өтінерім, мені қолдап, Әлем Смарт YouTube арнасына міндетті түрде тіркеліп, ана тіліміздегі контенттің дамуына үлес қоса кетіңіздер. Бастапқыда ыдысымызды жоғары отқа қойып, жақсылап қайнап шыққаннан кейін, өз қалауыңызша тұз, шекер және 2 қасық сірке суымен аскөкті де жақсылап турап араластырыңыз. Одан кейін отты төмендетіп, баяу отта аджиканы жақсылап 40-45 минуттай үнемі араластыра отырып қайнатыңыз. Айтпақшы, осылардың бәрін бастамас бұрын ең алдымен банкаларды жуып тазартуға кірісуіміз керек. Банкаларды залалсыздандырудың ең тиімді және сенімді әдісін білесіз бе? Ол үшін сіз банкалардың барлығын жақсылап ас содасымен жуып, тазартып, шайып болғаннан кейін осылай шәугімде жақсылап 3-4 минутқа булап қоясыз. Бұл әдіс бәрімізге бала кезден таныс. Осылайша банкаларды залалсыздандыратын болсаңыз, бірде-бір банкаңыз атылып мазаңызды алмайды. Дайын болған аджика видеода көріп тұрғандарыңыздай соғы жоғары қарай шығып, ал қоюы төменгі жағына түсетін болады. Сол кезде барлығын жақсылап араластыра отырып, қайнап тұрған отта банкамызға құя бастаймыз. Одан кейін банкілердің бетін жақсылап сенімді етіп, жапқышпен жауып, дайын болған банкілерді осылайша төңкеріп, қалың дастархан немесе одеялмен орап бір түнге қалдырасыз. Осылайша банкамызда дайын. Ерінбей аджиканың осы түрін дайындайтын болсаңыз, қыста барлық тағам түрлерімен рахаттана жейтін боласыз. Асыңыз дәмді, дастарханыңыз берекелі болсын. Көріскенше күн жақсы.